Сөз депутат Бейсенбаев Ержан Алмабекұлына беріледі. Рахмет. Депутаттық сауал еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Жақыповаға. Ақжол партиясына еліміздің кәсіпкерлерінен жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеу міндетін жою қажеттілігі туралы өтініштер келіп түсуде. Біз білетіндей, былтырғы жылдан бастап Қазақстан Республикасының жаңа әлеуметтік кодексі қолданысқа енгізілді. Кодекстің талабы бойынша жеке кәсіпкерлер үшін тағы бір міндетті зейнетақы жарналары пайда болды. Бұл ретте осы әлеуметтік кодекстің мәжілісті таратқан кезінде қабылданғанын атап өтуіміз қажет. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына төленуге жататын жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары агенттің өзге ақылы жұмысы бар адамдардың өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын жұмыскердің ай сайынғы табысынан белгіленеді. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 1,5% мөлшерінде және 2028 жылға дейін жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі жыл сайын 5 жыл ішінде өседі. Елімізде Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер комитетінің деректері бойынша жалдамалы жұмыскерлері жоқ жеке кәсіпкерлер шамамен 1,2 миллион. Және бұл ретте олар жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге тиіс. Неліктен адам өзі үшін міндетті зейнетақы жарналарын 2 рет аудару керек? Олар қалай аталса да. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру да бар. Ол жерде де 2 төлем. Қазір Қазақстандағы жалақы қорынан 6 түрлі салықпен төлем аударылуда. Жалпы айтқанда аударымдар шамамен 40% құрайды. Ал 2028 жылы аударымдар тағы 5%-ға артады. Бұл іс жүзінде біздің кәсіпкерлерге қосымша қаржылық жүктеме. Сонымен қатар, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өзінің қызметі мен тиімділігі көп мәселе тудырып отыр. Демек, біздің азаматтарымыздың зейнетақы жүйесіне деген сенімсіздігі артып келеді. Жоғарыда айтылғанды қорытындылай келе, президент Тоқаев айтқандай, экономикалық либералды шеңберде қарастырып, кәсіпкерлерге артықша қысым болмасын және артықша жүктеме болмасын деп, жұмыс берушінің әсіресе жалдамалы жұмыскерлері жоқ жеке кәсіпкерлердің жұмысшыға міндетті зейнетақы жарналарын төлеуді қайта қарастыруды ұсынамыз. Сондай-ақ, жалақыдан барлық салықтар мен төлемдерді біріктіру және кәсіпкерлердің үстіне салынатын міндеттемелерді күшейту емес, жеңілдету жөн болады деп санаймыз. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары Бейсенбаев, Перуашев, Еспаева, Иса, Барлыбаев, Садықов.